Мынау дәрет намаздың кілті ғой. Осы дәретті қатты мән беру керек алған кезде. Байқайсыздар ма? Дәреттің 4 парызы бар. Жүзді жуу, қолды жуу, басқа майсық тарту, аяқты жуу. Осы кейбір кезде дәрет алып отқан кісілерге байқасаңыз, қараңыз, 4 парыз жер бар ғой, кішкентай жеріне су тимей қалса, дәретіңіз толық болмай қалады. Өте қатты мән беретін нәрсе. Қараңыз, бізде мына жүзге су тию парыз бол ғой, бүйтіп аламыз да бүйтіп жуып кете береміз да. Мынау беттің осының бүкіліне су тию керек. Көзіңізді бүйтіп жұмып қалатын болса, арасын қолыңызбен жеткізіп, қолмен жеткізіп көмектесу керек судың жетуіне. Толық. Әсіресе мынадай нәрсені байқаймыз. Мына қолға суды құйған кезде кейбір кісілер былай бүйтіп әшейін судың өзін жібере салады да. Бір рет суды толық тигізу парыз, бірақ бізде 3 рет жуу ол сүннет болады. Және бізде қолмен оны көмектесу жаңа суды толық тиюіне сүннет болғанмен, қараңыз, бұл маңызды болғандықтан бұл нәрсе. Малики мазхабында мысалы үшін оны парызға дейін шығарған. Қараңыз, сіз мына қолды су құясыз ғой, мына тобық тұр ғой, мына қолдың тобығы, тобық дей ма? Осының артына мына жақтан қанша су құйсаңыз да мына артына су тимейді, айналып өтеді. Сол үшін осы парыз жерлерді әсіресе қолмен суды жеткізу керек. Және кейбір кезде кейбір адамдардың аяқ жуған көрсең дейді, дегізіп қойған ау. Төбеден суды құя салады да, қолмен саусақтардың арасына, мына тобықтың айналасына бізде мына қол дегеннен кейін мына шынатақпен қосып тиеді ғой. Және аяқ тобықпен қоса жуылады. Соны қолмен жеткізу керек. Жай әшейін бүйтіп суды бүйтіп құйғаннан ол толық тие салмайды. Не болмаса қолға бүйтіп суды жібергеннен ол толық бүйтіп өздігімен тиіп шықпайды ол. Түсіндіре алдым ба?